Қайырлы күн қыздар, біз бүгін корей салатын жасаймыз. Корей салатында морской капуста деп айтамыз. Морской капустаны жаңа қалай дайындалу әдісінің бәрін көрсеттім. Жылы суға жарты сағатқа қойып қоямыз. Бұл қалай піскенін байқаймыз. Себебі қолмен үзгенде кәдімгідей өзі жұмсақ болып тұрады. Бізде қазір морской капустаны жылы суға 30 минутқа салып қоямыз, жылы суға. Бұны да кейбір морской капусталар қатты сушеный болатын болса, ол ұзақ суда жібу керек. Ал енді бұның жібігенін қақтан білеміз. Бізде қазір бұл қатты болып тұр. Мынау көлемі үлкейеді, ол морской капустан сол кезде білеміз. Бұны морской капуста жібігеннен кейін барып, 3-4 қайтара салқын суға әбден жуамыз. Себебі бұл теңіздің түбінен алынғаннан кейін мынандай кәдімгідей слизистый жылтыр болады. Көрдіңіз бе? Осы слизистый кету үшін біз салқын суға 3-4 қайтара жуып аламыз. Қазір бізде жібу процесі жүріп жатыр. Ал енді морской капустаны болады етсіз де дайындауға болады. Сатылымға шығаратын болсаңыздар, ләжім болса етсіз дайындаған дұрыс, және етпен де дайындау болады. Мен қазір етін дайындаймын. Енді қазір құрамын айта кетейін. Бізде морской капуста, кәдімгі сиырдың етін бәрін осылай соломкаға турап аламыз. Мінекей өздеріңіз көргендей. Одан кейін кинзамыз бар, укроп бар. Мына жерде барлық специялар бар. Қантымыз, тұзымыз, паприка, сушеный ащы перец, кәдімгі ащы перец, қара бұрыш, жаңағы кунжут бар, кристаллик, кинза, сушеный тәтті переціміз бар, және чесногымыз бар. Бізде корейді білесіздер, и тұзымыз бар, қыздар. Корей салатын білесіздер, өте тұзбен, чеснокпен ащыны қатты жақсы көреді. Содан кейін бізде мынандай соевый соус бар. Осы соевый соус өте жақсы, қою болып келген соевый соус. Енді біз не істейміз? Енді қазір біз етті жақсылап қуырып аламыз. Ет піскен уақытта біз морской капустамызды салып, бір 2-3 минутқа қуырып аламыз. Мінекей біздің сковородкамыз ысыды. Енді етімізді қуырып алсақ болады. Етті жақсылап піскеннен кейін барып, біз үстіне морской капустаны салып, минутқа қуырып аламыз. Міне біздің етіміз сәл баяу отқа қуырасыз да, себебі ет бұдан қуырып кететін болса, ол піспей қалады. Енді етті 10 минуттан кейін аламыз. Қыздар, мінекей біздің етіміздің бәрі әдемі қуырылды. Енді тағы бір лайфхак айта кетейін. Еттің бәрі осында целиком әдемі болып пісу үшін бірінші етті мариновать етіп салсаңыздар да болады. Мариновать еткенде 1 чайная ложка крахмал, соевый соус, чеснокпен осылай қуырсаңыздар да болады, әдемі піседі. Ал енді мен қазір морской капустамды салдым. Бізден сәл май аздау болып тұр, кішкене майды құйып, полный осылай араластырамын да 1-5 минутқа қуырып аламыз. Қыздар, мына етпен қуырып алдық морской капустаны. Енді бұның үстіне біз өзіміздің специяларымызды саламыз да, кәдімгідей. Мінекей. Қантымыз, бұған қант салмаймыз, қыздар. Тұзымыз бар. Сушеный ащы перец бар. Кәдімгі өзіміздің ащы переціміз бар. Бұл енді ащы қылып жасау сіздердің қалауларыңыз. 1 қасық паприка бар. 1 қасық тәтті сушеный переціміз бар. Және 1 қасық қара бұрыш бар, қыздар. Одан кейін кинза міндетті түрде. Корей салаттарының барлығына бізде, қыздар, кинза жақсы кетеді. Ендігіде 1 чайный ложка толтырып, чесногымызды саламыз. Енді қараңыз. Тұзымызды салдық. Соевый соусымызды құямыз. Тұз салғанда, соевый соусты салғанда, қыздар, абайлаймыз. Себебі соевый соусында бізде тұзы өтімді. Мына жерде 2 қасық, 4 қасық соевый соусты салдық. Енді бұның үстінен қазір дәл ғана осы чесноктың үстінен кішкене ғана сұйық май құямыз. Себебі біздің етіміз, капустамыздың барлығы сұйық майға қуырылды ғой. Тек запақты шығару үшін ғана біз кішкене сұйық май құямыз. Одан кейін бұған тағы да кинза, укроп турасақ болады. Кинзаны, укропты, петрушка үшеуін араластырып қазір мен тураймын. Неке, оны кейін, қыздар, турағанда майдалап тураудың қажеті жоқ. Қатты майдаудың керегі жоқ.
өздеріңіз білесіздер, корей салаты кеңзасыз болмайды. Бұлардың барлығы ащыны өте жақсы көреді. Одан кейін көріпсіздер ғой, сушеный перец, сладкий перец дегендердің бәрін бізде корей салаттарының барлығына қосылатын осы қосындылар. Енді қазір май ысығаннан кейін мен чесноктың үстіне май құямын. Қыздар, мінекей біздің майымыз ысыды. Енді тек қана осылай чесноктың үстіне кішкене май құямыз. Майды көп құймаймыз. Себебі біздің жаңағы капустамыз барлығы майға қуырылған. Мінекей. Енді майды құйып атқандағы иістің өзін көрсеңіз, қыздар, сөзім жоқтай, ал енді бұны жеп көргеннің өзі қандай керемет. Морской капустаның жаңағындай бір слизистый заттарын құрту үшін құрамындағы салқын суға 2-3 май қайтара әбден жуып тазалап аласыздар. Қараңыздар, бұны етпен жеген өте дәмді, қыздар. Одан кейін салатты барып араластырып болғаннан кейін міндетті түрде 5 минутқа 3 минутқа қойып қою керек. Себебі салаттың арасындағы құрамдарының бәрі бір-біріне сіңу керек. Көрдіңіз бе? Еттің жаңа қалай мариновать ету керек екенін айттым. Ол етті даже бізде кәдімгі тайский салаттар бар, лагман, жаңағындай нелерге, гуру лагмандарға дәл етті солай мариновать етіп қолдансаңыздар да болады. Бұны міндетті түрде жазып алыңыздар. Етті қалай мариновать ету керек. Енді 5 минуттан кейін біз тарелкамызға салып әдемелейміз. Біздің салатымыз демалды, жақсылап тұрып. Енді бұны аламыз да әдемелеп тұрып тарелкамызға саламыз. Салатты салудың әдісі, қыздар, салатты салып оның үстін бәрін бүйтіп басудың қажеті жоқ, қатты мұжудың қажеті жоқ. Салаттарды әдемелеп саламыз. Соның салаттардың әдемі түр-түсі шығу үшін осындай беттеріне жаңағыдай қызыл, жасыл, сары перцтердің бәрін шығарып қойасыздар. Басқа салатты айтып отқанда, ал енді бізде қазір дәл етпен жасалынған салат екенін көрсету үшін осындай беттерінің бәрін етті беттеріне қарай қойып қоямыз. Подача әдемі болу керек, қыздар. Подача әдемі болып, жан-жағының бәрі сүртіліп, салаттың өзі әдемі болып тұратын болса, любой адам бірінші көзбен тою керек. Адам көзбен тойған уақытта ол уже көңіл тоқ, керемет отырыс, керемет вечеринка болды. Міне біздің салатымызда енді жан-жағын сүртіп, тек қана жеу ғана қалды. Астарыңыз дәмді болсын. Қайырлы күн, ханымдар, қалдарыңыз қалай? Біз қазір корейский салатта хэ салатын жасаймыз. Хэ салат дегенімізде бізде балықтардан жасалған салаттардың бәрі бізде хэ деп айтылады. Мінекей өздеріңіз көргендей ең жақсы салат міне судак филеден. Судак филені полный базардан алып, полный басының бәрін тазартып, іш құрысының бәрін алып, мінекей осылай кестіріп алдық. Бұны жуып тазалап алдық, сыртының бәрін ашылған. Енді сазаннан да жасауға болады, бірақ қыздар өздеріңіз білетіндей сазанда қылтанақ бізде көп, одан гөрі осы хені судак филеден жасаған өте дұрыс. Осылай кесіп аласыздар. Егер жаңағыдай судак филені судакты демді кәдімгідей не қылсаңыздар да болады. Сатып алып, сүйегінен осылай кесіп алсаңыздар да болады. Егер дайындап осылай істеп бер дейтін болсаңыздар, рыбный корпуста осылардың барлықтарын жасап береді. Енді бізде қазір судакты аламыз, сыртымен бірге кетеді, сырты ештеңке де болмайды. Бұны аламыз да кәдімгідей қиғаштап, сәл ұзындау қылып мариновать етеміз. Не үшін ұзындау кесеміз? Себебі бізде қазір мариноватталған жағдайда бізде судак филе өзінің көлемін кішірейтеді. Көрдіңіздер ғой, свежий судак филе болғаны дұрыс, қыздар. Анандай замороженный судак филені сатып алып бұлай жасауға болмайды. Олардың еттерінің бәрі іріп кетеді, кәдімгідей езіліпші. Одан гөрі базардағы өзімізді свежий судак филені алып, осылай кестіріп істеуге болады. Судак филеміздің барлығын турап алды, қыздар, мен өздеріңіз көргенде, бұл үлкен деп шошымаңыздар, себебі бұл уксусқа түскеннен кейін өзінің көлемін жоғалтады. Енді 70% уксус, бұны барлықтарыңыз білесіздер, кәдімгі банкаға қолданып жүрген уксусымыз. Бұны енді аламыз да 4-5 қасық уксусты құямыз. Уксус бізде балықтың дәмін, иісін бәрін кетіреді. Бұны уксустан кейін бар, біз суға бір шайқап жуып аламыз. Енді қараңыздар, тағы да 2 қасық тұз саламыз. 2 қасық тұз салып, бұны біз 1 сағатқа мариновать етіп қоямыз, қыздар. Міндетті түрде 1 сағат тұрғаны дұрыс. Мен айттым ғой, жаңа уксусқа құйғанда, мен уже араластырып жатып, біздің уксус балықты кәдімгідей пісіріп жібереді. Көрдіңіздер, балық уже жиналады, міне. Өздеріңіз көргендей, бұның дайын болғанын қайдан білеміз? Бұның дайын болғанда біздің балықтарымыздың бәрі кәдімгідей әппақ болып ағарады, қыздар.
пісіп кетеді, уксусқа пісіп кетеді. Сол кезде біз уже балығымыздың филесінің дайын болғанын білеміз. Енді міне 1 сағатқа мариновкаға бетін жауып қоямыз. Бетін міндетті түрде жауып қойыңыздар, себебі бізде уксустың иісі әлем деп айтсақ та болады. Міне дайын болды. Қыздар, біз қазір корейский салат хэ салатын жасаймыз. Хэ салатында мінекей бағана өзіміз маринад еткен судак филе. Мен айттым ғой қыздар, уксусқа маринад етілгеннен кейін барып, біздің судак филеміз көрдіңіздер ме, кәдімгідей пісіп кетеді. Мынаның қараңыздаршы, арасының бәрі уже кәдімгідей пісіп кетті. 1 сағат, 1,5 сағат міндетті түрде маринадталған дұрыс. Мінекей уже біздің куриный филеміздің арасының бәрі уже пісті. Енді бұған не қажет? Бізде қызыл переціміз бар, кәдімгі пиязымыз бар, огурцы бар, мінекей кинза бар. Перцті қыздар соломка қылып 4 бұрышталып турасаңыздар өздеріңіз білесіздер. Мен енді примерно осылай әкеп турадым. Мінекей көрдіңіздер ме? Осылай примерно 3 бұрыш қиғашталып турадым. Ал енді біз не істейміз? Біз қазір аламыз да қосындыларын қосамыз, ішіндегі специялар. Мінекей 1 қасық чеснок салдық, және 1 қасық толтырып паприкамыз бар. Содан кейін міндетті түрде жарты қасық қантымыз бар, қыздар. Бұған уксустың қазір құюдың қажеті жоқ. Оның кейін тағы да айта кететін, бізде маринадталғаннан кейін барып, міндетті түрде салқын суға 2-3 рет жуып аламыз. Себебі біз уксусқа маринадтадық қой, қыздар. Уксусы көп болып кетеді да, бұдашы. Сол үшін міндетті түрде салқын суға 2-3 қайтара жуып тазалап аламыз. Міне жарты қасық бізде тұзымыз бар. Тұз салғанда қыздар мұқиятты болыңыздар. Кейбір тұздардың ашылығы өтімді, кейбір тұздардың ашылығы сәл жаңағы баяу болады. Сол себептен абайлаңыздар. Мінекей бізде кристаллик бар. Кристалликті біреулер айтады зиян деп. Бірақ сіз кристалликті күнде жеп жатқан жоқсыз ғой, дұрыс па? Сізге зиян болатындай. Анда-санда бір салатқа салып жейсіздер. Және жарты қасықтай кинза. Кинза деген барлық корей салаттарында қосылады. Енді біз не істейміз? Біз қазір аламызда жан-жағына огурциларымызды, перецтерімізді салып аламыз. Майымыз ысытылып жатыр. Майымыз ысып болғанша біз заттарымыздың барлығын дайындап алдық. Осының үстіне ыстық майды аламыз да құямыз. Көрдіңіздер ғой. Перец қып-қызыл, әдемі қою қызыл болатын болса, біздің салатымыздың түсі әдемі бола бастайды. Бізде енді қазір пока осындай местный жаңағыдай не перец, қолдың перці, кәдімгі огурцқа егетін перец. Ал енді цветофор перецті қолданатын болсаңыздар, ол өте керемет. Енді қараңыз, бұл жерде цветофор перецтен сары, жасыл, қызылды турап осылай салсаңыздар да болады. Енді қыздар, мінекей біздің майымыз ысыды. Енді айналдырып осылай чесноктың үстіне құямыз. Енді бұның барлығын аламыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл хэ деген өте мықты салат, қыздар. Бұны да килограммы корейстер 2,5 мың теңгеден сатады. Мына жерде бізде в принципе 1 судак филе. Бұны қараңыздар, килограмм емес айтпақшы, бұның кішкентай бір граммының өзі 2,5 мың теңге. Мен оны шатастырдым. Ал енді бұл хэ салатты осылай қойып, жаңа морковчамен араластырсаңыздар да болады. Пекин капустамен де араластырсаңыздар болады. Бұл салаттың бір жақсы жері барлық нелермен, огурцы, баклажандармен барлығымен араластырып жей беруге болады. Көрдіңіздер ғой, мінекей біздің хэ деген салатымыз осы. Енді бұл тұзы сіңу үшін жаңа 5 минут аздау болады. Где-то бір 7-8 минутқа қойып қою керек та, содан кейін тарелкамызға салып, ары қарай жей береміз. Қыздар, мен айттым ғой, бұл жерге сәбізде барлығын араластырсаңыздар болады деп. Мінекей бізде морковчаны қазір сәбіздің алып, примерно осы салатқа араластырып, осының тағы да бір тәсілін көрсетіп отырмын да мен сіздерге. Сәбізді чокадан өткізіп, прям осының үстіне салып істей берсеңіздер де болады. Мінекей біздің хэ салатымыз дайын болды. Енді бұны аламыз да әдемелеп ыдысымызға саламыз. Көрдіңіздер ғой, қандай хэнің қалай жасалу әдісінің бәрін көрдіңіздер. Уксусқа салынды. Бұның бәрі уксусқа піскеннен кейін осындай ағарады, әдемі болады. Мінекей біздің хэ салатымыз уже дайын болды. Енді әдемелеп, әрлеп, ары қарай жеуге береміз. Егер хэ салат бір балықтан, например, 2 порция шығады, 2 порция аз дейтін болсаңыз, морковчаға көп қылып қосып, мысалы морковчаның үстіне көп қылып салып, болады 4-5 порция шығаруға, қыздар. Міне біздің салаттарымыз дайын болды.